Білсек те жанға не керек, білмейміз қолдан не келеді. Сүйікті сөзі қазақтың, бірдеңе істеу керек. Маған сеніп осы тендерді тапсырып жатқаныңызға үлкен рахмет. Осылай бара берсек, жақсы нәтиже көрсетемін деп ойлаймын. Лапылдамай, одан да жоспар тез айтшы. Мен сізге алдында айтып едім ғой. Кафе. Что за кафе? Берибанды. Ойнап айтам. Хамбала деген кафе. Неге хамбала деп ойласаңыз, өйткені мендегі әр қызметкер ол кішкентай бала болады. Балалар? Иә, уайымдамаңыз, ол креатив қой. Жаңа заман дегендей. Бүгін менде арнайы сол үшін кастинг. Иә, сол үшін кастинг жасап жатырмын. Уайымдамаңыз ол жағын. Сен бір нәрсені ұмытып тұрсың. Не ұмытып тұр? Мынау тупой ғой. Конверт айтам, конверт. Жоқ, ұмытқам жоқ. Бар ғой конверт. Қайдан білейін? Асықпай ақылдасу керек деп ойласам. Қарауыңыз. Жақында тексерем. Барлығы чеки-чеки болсын. Болмаса, тендерді басқа бөлімге берем. Жақсы, барлығын түсіндім. Бос. Сау болыңыз. Рахмет. Білсек те жанға не керек, білмейміз қолдан не келеді. Сүйікті сөзі қазақтың. Самал! Жезде, жаныңызда отырмын ғой. Көке, жезде деп айтпа дедім ғой саған. Жұмыста сен менің көмекшімсің, ал үйде балдызымсың. Сондықтан сәл Самат Сапарұлы деп айтып қойсаңшы. Окей? Окей. Адамдар келді ме? Иә, сыртта күтіп отыр Самат Сапарұлы. Ой, ойнайтын уақыт тапқан екенсің. Бар шақыр. Қазір. Так, қыздар, жігіттер, бір-бірімізді бас кетпей, біріндеп берсін. Келе жатыр Самат Сапарұлы. Самат Сапарұлы. Так, есіміңіз кім? Серік, Сикош десеңіз болады ғой. Сикош? Сәкош десем болмай ма? Жарайды. Бұрын немен айналыстың? Базарда қымыз, айран, сүт сатқам. Қымыз? Онда сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Рас па? Иә. Онда менің атыма сізге 1 литр қымыз болсын. 1 литр қымыз? 1 литр ма? Бопты, құтты болсын. Боссыз. Рахмет. Следующий! 1 литр қымыз. Қымыз сатып. Следующий! Так, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмын, атыңыз кім? Немен айналысасыз? Тағы. Мен лорға келіп едім. Сіз сәл қателесіп кеткен сияқтысыз. Бұл кафеге адамдар жинап жатырмын мен. Маған лор осы жерде деген. Мен лорға... Эй! Кафеге адамдар жинап жатырмын мен. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мен сізге келіп едім. Иә, не мәселемен? Мен баламды сүндетке отырғызайын деп келіп едім. Сүндетке? Иә. Сүндетке? Иә. Сүндетке отырғызсам қанша бересіз? Жарайды. Апай, мен врачқа ұқсап отырмын ба? Ұқсайсыз. Ал мен врач емеспін, мен негізі кафеге бала жинап отырмын, апай. Есіктің сыртында жазылып тұр хирург деп. Хирург деп? Есіктің сыртында? Иә. Алло, Сәкөш. Алло, Бекош, қалайсың? Жақсы, өзім. Не істейсің, Қанаттай? Жақсы. Мен сол кафең жұмысқа орналасып жатырмын. Аптекке кіріп шықтым. Алатын сияқты. Сен де келсейші.
Ты чё, Сәкөш? Ол мен жүретін жер емес қой. Чё за кафе? Шамбала деген кафе жаңадан ашылып жатыр. Егер мен іздеп жүрген адамды көрсең айтасың ғой. Қайта мына кафе бай адамдар келетін жерге ұқсамайды. Понятно. Еще сол кафеге маған жұмысқа төлеп тұрсың ба? Жарайды, Сәкөш. Хабардамыз. Давай. Қайдағы хирург? Сенің басың істемей осы? Әлде басқа жер таба алмадың ба? Сіз өзіңіз маған арзан жер ізде дедіңіз ғой. Осындай кезде тыңдай қалады әйтеуір. Сіздің досыңыздың кабинеті болғасын келісуге ыңғайлы болды. Досың? Мынау Ерланның кабинеті ме? Иә? Туй. Жарайды. Мынаны ала тұршы. Сәлеметсіз бе? Үйіміздің ерке қызы ғой. Сәлеметсіз бе? Өзіңіз жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Есімім Талғат, достарым Тико дейді, інілерім Тәке дейді, ал анам болса Тәкөнтай дейді, ал әкем болса Талғат дейді. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмын. Сәлеметпіз, мен де сізді тыңдап тұрмын. Братан, жұмыс бар деп жазыпсың ғой, сол шаруа бойынша келіп тұрмын. Сенің көршің бар ма? Көршің қалай атай? Енді осылай тұрайық бір-бірімізді тыңдап. Өзіңіз жайлы айтыңыз енді. Біріншіден, братан емес, Самат Сапарұлы. Екіншіден, сен деп айтатындай біз әлі таныс емеспіз. Мен сені танымасам, ат жөнін қайдан білем? Енді қолыңыздан не келеді? Мен сізге шынымды айтайын ба, әлде өтірік айтайын ба? Өзім жайлы айтсам, мен бұрында акиматтарым істеген. Сіз қалай сөйлейсіз? Сәке, не ол? Самат Сапарұлы. Онда танысып қойық, Төреғали Төреәлі. Негіз қолына біраз нәрсе келеді. Деген өтірік. Құпия болмаса акиматта кім болып істедіңіз? Жалпы біраз нәрсе келсе, біздің жұмысқа, біздің кафеге қандай қызметке орналасқың келеді? Сіз менімен ойнап отырсыз ба? Мен ойнап отқан, шаруа бойынша келдік дедің ғой, не басты кетіріп отыр. Ойнайтын болсаң, жүріп бара азам шығайық. Әрине құпия. Мен бұрында акиматтың. Болны жоғап. Сіздерде андай бар ма бүйтіп елге көмектесу деген сондай бар ма? Мен негізі шауып кел барып келге жақсымын. Бұл жолыңыз. Акиматта. Барып кел шауып келге жақсысың, Иә. Жарайды, шындықты айтуда ерлік. Сен спортсменсің ба? Иә. Талғат дедің ғой, Талғат, білесің бе, сен маған ұнап отырсың. Сен жұмысқа қабылдандың, қош келдің. Рахмет. Оқасы жоқ. Ал мен не болып жұмыс істеймін? Кастингтен кейін өзіңе жеке келіп айтып кетемін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қымыз сатпайсың, Қабылданды. Сәлеметсіз. Салтанат, сен не істеп жүрсің мұнда? Аға, мен де жұмыс істеуге келген ғой. Ой, қайдағы жұмыс? Сен 18-ге әлі толған жоқсың. Аға, өтінем жұмыс жасайыншы, үйде отырып шаршап кеттім. Кез келген жұмыс жасауға дайынмын. Ой, сайрамыш, үйде шаруа істеп жүргеніңді көрмеппін сенің. Здрасте. Үйдің шанын сүртіп жүрген, ыдыстарды жуып жүрген мен емес па? Сенің өкпең жинап қалыпты ғой. Жарайды, ойланып көрем, бар. Шын ба? Иә. Аға, шын ба? Иә деймін. Сіз күшті ағасыз,
Қандай? Ағасы бардың, жағасы бар деген. Ой, бол сайрамаш, баш үйге, баш. Бар енді еркелемей. Рахмет аға, алғандай Ол мені. қашық, баш үйге. Кешірші. Абайламайсың ба? Вообще-то мына ағамның кабинеті. Салдо, шықшы. Баш үйге. Кешіріп қойыңыз. Кешірдім. Кешірім өтінем. Сәлеметсіз бе? Үйіміздің ерке қызы ғой. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізбен танысуға бола ма? Я болады. Менің есімім Дәурен. Аружан. Аружан, сіз студентсіз бе, әлде жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, жұмыс жасаймын. Өзіңіз ше? Мен де жұмыс істеймін. Министерствода ғой. О, министерство? Кім болып жұмыс жасайсыз? Распечатка. Ксеркс ғой сол. Түсінікті. Дәурен, білесіз бе? Мен басқа біреуді күтіп отыр едім. Егер кедергі жасасам, кешірім сұраймын. Сіздің телефон номеріңізді алсам бола ма? Жоқ, болмайды. Сонымен Самат Сапарұлы, кімді қандай жұмысқа тағайындайтынымызды шешейік. Так. Серік, бармен. Баха, братан, в натуре охранник. Талғат, сезім, даяшы. Жанат, техничка. Салтанат бар екен ғой. Ол менің қарындасым болғандықтан, ол техничканың көмекшісі. Болды, я? Иә. Онда не отсың? Бар, жұмысың жаса. Отқа емес, шоқши. Құрметті жұмыскерлер, сіздерді жұмысқа қабылдануларыңызбен құттықтаймын. Барлықтарыңыз өз жұмыстарыңызды дұрыстап түсінді деп ойлаймын. Ендеше танысып қояйық. Біздің кафеміздің администраторы, яғни сіздердің басшыларыңыз Диана ханым. Сәлеметсіздер ме? Бұл Диана ханым сіздерге клиенттермен қалай жұмыс жасау керектігін және де сервировканы қалай жұмыс жасайтындығын барлығын дұрыстап тұрып түсіндіреді. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Так, қыздар, жігіттер, мен мұнда екі сөйлемеймін. Бірінші, қонақ келген кезде, оның... Бағдәулет, сіз түсіндіңіз деп ойлаймын. Сіз қонақ алдын ала келген кезде не істейсіз? Амандасам. Сосын? Ашықтан өтуін талап етеді. Аха, жарайды. Тико, келіп көрсетіп жіберсеңіз тағы. Сабағым бітті, ертеңнен бастап жұмысқа кірісеміз.
Сөме жесуха қызметкерлер ертеңгі жұмысқа толығымен дайын. Кім дедің? Жесуха Самат Сапарұлы. Соны да айта алмай жүрсің ба енді? Не деген адамсың? Және қойыңыз. Айтпақшы, қазір сен WhatsApp-тан чат ашып, ертеңге барлығына жұмыс жайлы айт. Қазір аш. Жаз. Барлығы жұмысқа кешікпей келсін 9-да. Барлығына ескертіп айт дұрыстап. Айтпақшы, барлығына киім таратып бердің ғой? иә, бәріне өз киімдерін таратып бергем. Сен кәдімгі жұмыс істегің келсе істейді екенсің ғой, ә? Сөме жұмыс таңғы сағат 9-да ғой, иә? Иә, 9-да. Айтпақшы, Жанат пен Салтошқа айтшы. Айтпақшы, олар осында ғой. Осында ма? Иә, осы жерді реттестіріп, ертеңге дайындап қойсын. Сосын барлығын реттестіргесін асықпай үйге қайта беріңдер. Айтпақшы, Самал. Сонымен мен кіммін? Самат жесуха сәлеметсіздер ме, құрметті Қамбала кафесінің жұмысшылары. Ертең жұмысты таңғы сағат 9-дан бастаймыз. Ертең жұмысымыздың бірінші күні болғандықтан ешкім кешікпесін. Ой, Арушка, привет, как дела? О, Лока, привет. Что ты тут делаешь? Ой, сол тәртіппен шай ішейін деген ғой, сенің духин иісі келді. Думаю, что за знакомый запах деп. Я иісі прям күшті. Стойкий ғой еще, француз. Жақсы екен, кстати, мен жақында ғана келдім Парижден, и мындай сумочка алдым еще. Вау, классно. Мен негізінде 5-ші айында бірімен сөйлесуге келдім. Ол келгенше дейін сенің қасында отыра тұрайын. Лаука, ренжімеш, мен жаңа ғана уже тұрайын деп жатыр едім. Жарайды, понятно все с тобой. Ладно, пока. Ренжімеш. Қалжыңдаймын, давай, пока. Аха, пока. Сәлем, Лаука. Қалайсың? Парижге қалай қайттың? Сәлем, жақсы демалып қайттым. Сен өзің ше Италияға барам дедің ғой. Жоқ, мен Италияға барған жоқпын. Испанияға бардым. Испанияда жүріп, Италиядағы шаруалар шештім. Сосын Америкадағы жігіттер хабарласты. Шұғыл шаруаға шыққан. Сосын бара алмай қалдым. Компания қалай? Ой, менің өзімдікі емес қой. Мен же әкеме көмектесіп жүргенмін. Жақсы жүріп жатыр. Әкем артынша компанияны менің атыма аударам деген. Оны жақсы ғой екен. Болашақта екеуміз серіктес болған деген үміттемін. Иә, мен де. Неге заказ етеміз? Самат Сапарұлы. Самал мына жерде ертеңге дайындап қойсын деген. Иә, қазір. Әшеки қыз Айжанай, бәлеки қыз Балжанай, шашбаулы қыз Сәлем. Шаршап кеттім ғой. Толық сұлыған Марузой. Ал, Салтанат, сен Салтош дей берсем болады ғой, Иә. Салтанат қойсың, иә? Мына жерді тезірек жуып, ертерек қайта. Сен тряпкаң міне тұр, шелекке салып дайындап қой. Тоқта, сен сонда маған пол жу деп тұрсың ба? Иә, Самал жаңа ғана келіп айтты ғой, ол есті ертеңге дайындап қойын деп. Жоқ, сен мен дұрыс түсінген жоқ сияқтысың. Мен Самат Сапарұлының қарындасымын. Мен пол жумаймын. Саматтың қарындасы болсаң қайтейін? Сонда бүкіл жұмысты мен істеп ақша сен аласың ба? Өзің жу полыңды. Ал мен же қарап тұрам. Я саған. Көп сөйлеме, мына тряпкаңда полды жу. Бүлдірдің ғой сізді. Сендерге Самал кеше... Естерің дұрыс па сендердің? Район
бітті ма не? бітті ғой. Қайттық.